Бисмилля, келесі сабағымыз біздің екінші модуль сау емес қарым-қатынас жайлы сөз қозғалатын болады. Неге қарым-қатынаста біз бақытсызбыз, сол жайлы сөз қозғалады. Егер де өзіңізді танысаңыз, онда әрі қарай жұмыс жасау жолдарын бұйырса айтатын боламын. Егер түсініксіз болса, чатта немесе жекеге жазып сұрақтарыңызды қоюға болады. Немесе қосымша жеке кеңеске жазылуыңызға болады. Енді қыздар, мынандай нәрседе біз не үшін бақытсыз боламыз отбасыда? Неге қарым-қатынасымыз басындағыдай бола бермейді? Неге отбасы этаптарының ортасына келген кезде үнемі кризистік кезеңдерге қайта айналып келе береміз? Кішкене жақсы болады да қайтадан ұрыс болып кетеді. Кішкене жақсы болады да қайтадан ұрыс, керіс, әйтеуір измен, ана мынау сондай бір шу, тынышсыздық, жан дүниеміздегі өкпереніш, сондай бір ыза, сондаймен өмір сүреміз. Не үшін? Неліктен? Бұның бір себебін қарастырып көрейік, тырысайық, талқылап. Біріншісі, бұл партнеріміздің психологиялық проблемалар, яғни ол невроз болуы мүмкін, ол тәуелді қатынаста болуы мүмкін, өте қатты қызғаншақ, сізді ешқайда жібергісі келмейтін, ашуланшақ, ұялшақ, өзінің ішкі жан дүниесін мойындағысы келмей, қабылдағысы келмей, эмоциялармен жұмыс жасай алмайтын адам болуы мүмкін. Немесе тағы бір көрініс, бұл өзіңіздің психологиялық проблемаларыңыздың болуы, жертва состояниясы болуы мүмкін, самооценканың өте төмен болуы мүмкін, невроз болуы мүмкін, невротик болуыңыз мүмкін, тағы да қандай болуы мүмкін. Үшінші тағы бір себеп, бұл адамның, сіздің күйеуіңіздің, партнеріңіздің тиран болуы, абьюзер болуы, тұрмыстық зорлық, зомбылықтардың болуы, осы отбасылық өмірде қарым-қатынаста өте қатты бақытсыз күй кешуіңіздің себебі болуы мүмкін. Енді осыларды полкамен түсіндіріп кетейін. Егер сіздің күйеуіңіз психологиялық проблемасы болса, ол сізге қатты әсер етеді. Себебі психологиялық проблемасы бар адам көбінде өз эмоциясын танымайды. Болады ғой бізде де, мысалы, өз эмоциямызды танымаймыз, бірақ не үшін ашуланып тұрғанымызды кейде білмейміз, не үшін өкпелеп жүргенімізді білмейміз. Сұрақтар қойып, жаңағы жеке кеңесте сұрақтар қойған кезде түк те ренжитін нәрсе емес екенін түсініп жататын адамдар болады. Яғни өз эмоциясын танымайды, ол норма. Себебі бізде эмоциялық интеллект жоқ деген сөз. Сол біздің партнеріміз, біздің күйеуіміз жаңағы өзінің эмоциясын танымаған кезде, өзімен өзі чувство вины дейді ғой, өз-өзін кінәлі сезіну жиі болған кезде, өз-өзін кінәлі көп сезінсе, қатты қаймыға берсе, ол бізге әсер етеді екен. Яғни біз оны эмпатия болады ғой бізде. Енді күйеуің не үшін олай өзін кінәлап жүр, бейсаналы түрде, почему-то сол вербальды емес, яғни ол саған айтпайды, ол саған көрсетпейді. Сенімен жақсы қарым-қатынаста жүр, сөйлейді, күледі, ойнайсыңдар, бірге тамақ ішесіңдер, бірге киноға барасыңдар, бірақтан почему-то сондай бір сезім сізді орнайды, как будто сіздің ол сезімдер сияқты. Ыза, ашу, ұялу, қымсыну, қорқу, қатты бір нәрседен қорқыныш сезімі, соның барлығы эмпатиямен сіз күйеуіңізден сорып аласыз оны. И сорып алған кезде ол сезімді өзіңіздің сезімдеріңізбен шатастырып аласыз. Бұл көбінде осы бір отбасыда тұратын адамдарда, бір үйде тұратын адамдарда болып жатыр. Мысалға, ене өзімен өзі жұмыстан ашуланып келсе, жынданып келсе, ана жақта жап-жақсы жүрген келін өзімен өзі тарс-тұрс істеп кетесің. Ыдыс нетіп, балаға ұрысып, сөйлеп, ененің қабағына қарап қоясың да сол. Яғни ол эмоцияны сол адамнан өзіңе сорып алдың, эмпатия. Бұл адамдар көбінде, ондай сорып алатын адамдар көбінде психолог болып жатады, коуч болып жатады, сезінеді адамды, кәдімгі прям сезіну себебі бала кезден ата-анамыз бізге өз эмоцияларын шашып, жаңағыдай сіңіріп өсірді. Бала кезден соны тартып алатын балалар болады. Қатты сондай бір, мысалға, өзіңіздің балаларыңызға мән беріп көріңіз, біреуіне қатты ұрсаң, нормально қарайды да, біреуіне қатты ұрсаң ауырып қалады, немесе тымсырайып қалады дегендей. Яғни өзіне сол эмоцияны, жаңағы адамның көрсеткен сезімдерін өзіне сорып алады. Сондай жағдайда адамдар өзін бақытсыз сезінеді. Бұдан қалай шығамыз? Партнеріңізға оны анықтау үшін, бұл менің сезімім ба, әлде оныкі ма? Анықтау керек. Мен не үшін өзімнен өзім ұялып жүрмін? Не үшін өзімнен өзім қысылып жүрмін? Не үшін мен өзімнен өзім қорқа беремін?
сол оны сіз бейсаналы түрде ар жаққа қарай тереңіне қарай кетуіңіз үшін оны өзіңізге өзіңіз сұрақ қойып, кішкене анализ жасап, жақсылап ойлануыңыз керек. Шынымен де менімен осы нәрсе болып жатыр ма? Бұл менікі ме? Әлде менікі ме? Ажырата алуыңыз керек. Ажыратып болған соң партнеріңізбен, күйеуіңізбен сөйлесуіңіз керек. Бір жағымсыз әсермен сезінемін. Мүмкін сен осындай сезімде жүрген шығарсың, атаймыз, көрсетеміз, қандай сезім екенін. Ол да өзімен сізге прямой ответ айтпаса да, мүмкін ішкі жан дүниесінде сол нәрсені ойлану мүмкін, және ішкі жан дүниесінде анализ жасап, сонымен өзі жұмыс істеуі мүмкін. Әрине, істеуі жайлы айтқаннан кейін, сіз уже ажырата алғаннан кейін, оның сезімі басқа екенін, менің сезімім басқа. Ол ашуланып тұрған кезде, ол қаймығып тұрған кезде сен күліп ойнап жүрме дейді да. Соған эмпатия білдір дейді. Бірақ эмпатия білдіру дұрыс, бірақтан соны өзіңізге сорып алу дұрыс емес, қыздар. Енді келесі талқылайтын мәселе, ол сіздің психологиялық проблемаларыңыз болған жағдайда қандай болады? Мысалға, сіз қатты қорқыныш сезімі болады. Немесе стыд, ұялу, қымсыну, өз-өзін кінәлі сезіну. Мысалға, өз-өзін кінәлі сезіну сезімі көп болған кезде невроздарда болады, ол жертваларда болады қорқыныш сезімі, тәуелді қатынасқа кішкене жақын адамдарда болады. Сондай кезде сіз қымбатқа бір күшті, өзіңізге қатты бір көйлек ұнап қалды да, сол көйлекті қымбатқа алдыңыз. Бараста күйеуіңізге оны арзан баға етіп айту үшін дайындалып келесіз жол бойы. Ойлаңызшы, сіздің миыңыз, жаныңыз тыныш емес. Не айтсам екен, ол маған ұрса ше. Яғни оны сіз папа рөлінде көріп тұрсыз, ата-ана рөлінде көріп тұрсыз, ол сізге бала сияқты ұрсатына дайындалып келе жатсыз, алдын ала дайындалып келе жатсыз. Барған кезде айтасыз, жаным, мен мынандай осындай көйлек алдым, қанша теңге құрттың, осындай құрттым, басқа заттардың бағасын көбірек қойып сөйтіп көрсетеді. Не үшін бұл? Неге жаныңыз тынышталып, шын нәрсені айтуға болмайды? Неге сіз өзіңізді оған лайық көрмейсіз? Бұл жерде самооценка да жатыр, жертвалық невроз да жатыр, барлық жатыр. Өзіңізден өзіңіз қорқып, сол күйеуіңізді тым үлкен дәрежеге қойып қоюыңыз. Бұны дұрыстау үшін ең бірінші, қыздар, күйеуіңізге ашық айтып тренировка жасаймыз, тренировать етеміз жаңағы сезімдерді. Мен қымбатқа алдым, немесе бір косяк жасап қойдыңыз да, мен солай косяк жасадым, ондай кемшіліктер бәрінде болады, жарайды, норма. Осылай істедім деп қателіктеріңізді по фактам айтып үйреніңіздер. Сонда ғана сізде ондай бір қорқыныш сезімі, бақытсыздық сезімі, қатынаста жаман сезім болмайды. Көбінде мына және оны қорқып жасыруы, өз-өзін кінәлі сезінуі негізі күйеуіне байланысты емес екен. Әйелдердің өздері солай жасайды екен. Немесе күйеулер керісінше өздері жасайды екен. Мысалға, күйеуіңіз сізге негізі ұрыспайды, бірақ сіз өзіңіз солай оны образ жасап аласыз. Тағы да бір мысал, әйелдің психологиялық проблемасына қатысты айтайын. Мына өз-өзін кінәлі сезінуі жайлы айта кетейін. Ері адамы таңнан кешке дейін жұмыс істейді, ал әйелі үйінде отырған жағдайда, бұл нәрсе менде де болған. Оны түсініп жұмыс жасадым, қазір сіздерге соны үйретемін. Күйеуіңіз жұмыс жасайды таңнан кешке дейін, сіз үйде отырсыз, ойлайсыз, күйеуім таңнан кешке дейін жұмыс жасап жүр, оған оңай емес қой, қиын ғой, қиналып жүр ғой, одан да мен оның да жұмысын істеп қояйын. Сіз еще тамақ пісіресіз, баланың киімін жуасыз, балаға қарайсыз, таңнан кешке дейін жуындыра бересіз, садикке апарасыз, мектепке апарасыз, алып келесіз, үйдің тірлігі бар, тағы бірдеңе, ата-ене көңілін табу бар. В общем, сізде жұмыс көп. Бірақтан сыртқы жұмыстар, күйеудің істейтін жұмыстарында сіз жасайсыз. Шкафты бері қарай ауыстыра саламын, ол жұмыста ғой, ол көп ақша табады. Бірақ кәдімгі саналы түрде ойланбасаңыз да, ол сіздің бейсаналы түрде сіздің стыд, өз-өзін кінәлі сезіну, қымсыну сезімі қатты басып тұрады сізді. Әрбір әрекетіңізде сол нәрсе баса береді. Мен үйде отырмын ғой, жарайды. Мен үйде отырмын ғой, киім алмай-ақ қояйын. Мен үйде отырмын ғой, үйтпей-ақ қояйын, бармай-ақ қояйын, аяқ киім алмай-ақ қояйын. Осындай ұялу, қымсыну сезімдер үнемі басып тұрады. Бұдан шығу жолы өзіңіздің самооценкаңызды көтеріңіз, өзіңізді жақсы көріңіз, бағалаңыз. Бұл оңай, айту. Үйт, барлық жерден естесіздер. Жақсы көр, өзіңді бағала, үйт. Бірақ ең бірінші мойындау керек. Мен осындаймын. Мен ұяламын, себебі то-то. Мен осы контекстте осындай, осы жерде осылай қысыламын, себебі осылай жазамыз, қабылдаймыз. Мен осындай жерімді осылай қабылдағым келмейді, себебі ұнамайды. Неге ұнамайды, себебін жазамыз. Сосын барып оны жақсы көруге тырысамыз. Қыздар, осылай құндылықтарыңызды арттырыңыздар, құндылықтарыңызды жақсы көріңіздер, құндылықтарыңызбен жұмыс жасаңыздар. Бұл өте оңай сөз болғанымен, бұны мен ұзақ уақыт жұмыстану керек болады.
Жақсы ма? Енді келесі нәрсе перенос деп аталады. Бақытсыздық күйі, отбасылық өмірде бақытсыздық күйі переноспен де байланысып жатады. Бұны психотерапевттер перенос деп атаған. Яғни, мысалға, қарапайым мысал мен келтірейін. Бір қыз баласы басқа үйде қатал әкенің қолында өсті. Одан кейін бір ұл баласы критиковать ете беретін, ұрса беретін, сынай беретін, басып тастаған бір маманың қолында өсті. Мынандай қатал маманың қолында өсті. И бір жетістікке жеткісі келіп, бір әрекет етсе де жаңағы ұлды мамасы басып тастайды, өмір критиковать етеді. И екеуі үйленеді. Екеуі үйленді. Қыз не істейді? Перенос жасады. Әкесін еркекке, күйеуіне орнына қойып қойды былайынан. Орнына қойып қойды. Күйеуі мына жақта тұр, ол әкесін бейсаналы түрде қарап тұр. Как будто бірдеңе істеп қойсам, бағанағы нәрсе. Бір қымбат алып қойсам, бірдеңені дұрыс емес жасап қойсам, осы әкесінің образындағы күйеуі ұрсатын сияқты. Дәл әкесі сияқты ұрсатын сияқты. Сонда перенос жасайды. Яғни әкесін күйеуіне әкеліп перенос жасап қойды, ауыстырып қойды. Бірақ күйеуі мүлде ондай емес. Ұрыспайды, мейірімді, жақсы сөйлейді. Бірақ ана қыз почему-то сондай бір әрекеттер жасап, анадан сол мінезді шығарғысы келіп тұрады, эмоцияны. Сол әкесінің эмоциясын бейсаналы түрде түпкі сана жақтан соны көргісі келіп тұрады, почему-то. Яғни қызға психологиялық көмек керек. Ондай әйелдерге ол әйел психотерапевтпен немесе психологпен жұмыс жасау керек, терапиядан өту керек. Хотя бы сол нәрсе бар ма жоқ па өзіңіз бірінші анализ жасап алыңыз. Мысалға, менің күйеуім мынандай, әкем мынандай. Жазамыз, тағы да жазамыз. Менің күйеуім осындай. Әкемнің мінезі мынандай. Мынандай проблема шыққан кезде әкем былай айтушы еді, күйеуім былай айтады. Деген сияқты ойланып артқа қарай, арттағы болған оқиғаларға қарай ойланып анализ жасаймыз. Көбінде қыздар, әйелдер солай әкесінің образын перенос жасайды да, и сол проблеманы, сондай ситуацияларды өздері өзі туғызады. Бәле іздеп тұрады, былайша айтқанда, ұрыс іздеп тұрады. Как будто сол ұрыссыз бір нәрсе жетпей тұрған сияқты сезім болады. Сізде сондай болады ма? Ойланып көріңіз. Ал енді ер адамдарға келсек. Ер адамдар мамасының образын әкеледі, әйеліне қояды. Екеуі бір-біріне переноспен қарамайды көбінде не әйелі, не күйеуі бір адамды сөйтіп қарап жүреді. Сол кезде сол отношенияны бұзады, жаңа бақытсыз қарым-қатынас пайда болады. Ұрыс шығарады, проблемаларды пайда етеді, өзінен өзі солай шығарып отырады. Жаңағы күйеуі, мысалға әйелі, молодец, сенен күтпеп едім деген сияқты әзіл айтса, мысалы, күйеу, не айтып тұрсың сен, не ойлап тұрсың сен, мен жайлы өйстіп ойлап тұрсың ғой, деген сияқты негатив ойлайды да, что мамасы сияқты бұны да, мені де, бұл да мені критиковать етіп тұр, сынап, мені мысқылдап, мені төмен тастап тұр деген сияқты нәрсе ойлауы мүмкін. Енді нарцисс адамдарда сонда, мысалы, күйеуіңіз психология проблемасымен нарцисс болса, яғни ол уровень мынандай болып өзін осылай санаса, оған көбінде ұялу, біреуден төмен болып қалу, сондай бір сезімдер көбірек жүреді да, и қарым-қатынаса сол нарциссттік әрекеттер жасай бастайды. Одан кейінгі тағы да семьяның бұзылуы, ол тирания. Бұл отбасылық, тұрмыстық зорлық-зомбылық дейміз ғой. Біз көп көріп жатамыз, зорлық-зомбылықтарды ұру жайлы. Ұруға дейінгі этаптарда зорлық-зомбылық тиранияны былай көрсек болады. Ана ер адам топас, ешак, мал, бір бәле, в общем, жаман-жаман сөздер айтады. Мен өз көзіммен көргем, сондай адамдарды прям қатты елдің алдында әйелін солай басып айтып тастағандарын, боқтап тастағандарын. Міне бұл тұрмыстық зорлық-зомбылыққа жатады. Телефонды шағып тастау, телефонды алып басқа жаққа қою, трубканы алмай қойсаң телефонды шағып тастау, немесе соцсетте көп отырсаңыз, сізге недовольны болып, әйтеуір бір кемістеріңіз дей берсе, жаңа сотканы тығып қояды, алып қояды сізден бала сияқты сізді. Сондай бір, менің мамам бұлай жасаған, сен бұлай жасадың, негізі ол бұлай болмайды, сен баланы дұрыс тәрбиелемайсың, сен жаман анасың, сен жаман әйелсің, сен осындайсың, мына уағызды тыңда, үйт, бүйт деп сондай тирания жасаса, вот осы тұрмыстық зорлық-зомбылық. Бұл кезде үнемі бұлай жасай бермейді, білесіздер, осылай жасағаннан кейін, кішкене уақыттан кейін ренжігендей болып жүресіздер де, сосын анау сізге шоколад әкеледі күйеуіңіз, үйтеді, алдайды, солдайды, ой, жаным, күнім, секс, анау болады, сосын біраз уақыттан кейін қайтадан ол қайталанады. Бұлай ұрыс шықты, сосын кішкене жүрді,
күшті болып гүл сыйлады, үйтті, сізді қыдыртты, чувство вины болды ана тиранда. И қайттан сізге күшті нәрсе берді, сотка сыйлады, иә. Одан кейін қайтадан ұрыс басталды. Бір кішкентай проблеманы үлкен қылып көрсету. Тирандардың көбінде кішкентай нәрсеге, мәселеге дәу қылып ашу ызамен қарауы, қатты ашуланып кетуі, сындырып тастауы, шығып кетуі, ұруға талпынуы, соңында ұрады. Жаңағыдай шағу, анау мынау жасаған кезде соңында сол отзывать етеді, бір үйтеді, бүйтеді, сосын барып ұру әрекеттер басылады. Насилияға көну, көнбеу әр адамның өзінің қолында. Жертва болып өмір сүру, зомбылықта жүру әр адамның өзінің шешімімен болатын нәрсе. Бірақтан мен айтатын едім, ондай бақытсыз өмірде, тирания жасалып жатқан тұрмыстық өмірде балалар қатты қиналады. Бала ертең сондай тиран болып шығуы мүмкін, ол үйде өскен қыз жертва болуы мүмкін, жаңағыдай перенос жасап отбасылық өмірінде дұрыс қарым-қатынас жасай алмауы мүмкін. Неге сондай зорлық-зомбылық көрген отбасынан шыққан балалар осындай әрекеттер жасайды? Міне осы бағанағы жоғарыда атап өткен себептердің барлығы осындай семьядан шыққан қыздардың, ұлдардың көріністері деп санаймын. Енді қыздар мынандай нәрседе әркім өз шешеді ғой, бірақтан тиран бұл жерде тек қана еркек болу, абьюзер тоже әйел болуы мүмкін. Күйеуін таңнан кешке дейін күтіп отырады да, соткасын алып, не кіммен жасыстың, не дедің, үйттің, маған ақша бер, сен балаларды дұрыстап тәрбиелемейсің, миын жеп, прям тирания жасайды. Мал, топас, бір нәрсе, сен жатсың деп миын жеп, абьюзерлік нәрсені әйелдер де істеп жатады көбінде. Біз ойлаймыз, тек еркектер ғана абьюзерлік істейді, тек еркектер тирания жасайды деп, жоқ, көбінде әйелдер де солай жасайды. Қызғаныш, өзінің қорқынышы, нарцисс әйел болуы мүмкін бағанағы, иә. Сол нарцисс әйелдер де сондай әрекеттер жасауы мүмкін. Осындай дүниелерді болдырмау үшін өз-өзіңізбен жұмыс жасаңыз, күйеуіңізбен сөйлесіңіз, алдын ала жаңағыдай гүл алып келген татуласқаннан кейін жақсылап сөйлесу керек. Жаным, мына нәрсе дұрыс емес, бұлай әрі қарай кетпейді, мен оған көне алмаймын. Яғни өз құндылықтарыңызды түсірмей, өз құндылықтарыңызбен жұмыс жасаңыздар. Самооценкаңызбен жұмыс жасаңыз. Жертвалық қасиет бар ма? Соны бақылаңыз. Күйеумен жақсылап сөйлесіңіз, одан кейін тағы да басталса, онда нық айтыңыз. Егер сен тағы да осылай жасасаң, мен бұған көнбеймін, менің хақыма кіріп жатсың сен. Сенікі бұл жерде әділетсіздік. Семьяны сақтағың келсе, сен де әрекет ет, сен де 50% осы семьяға үлесіңді қос деген сияқты. Көбінде тиранияға жетпей жатып, байқауға болады, психологиялық проблемалар болған кезде сол тұрғысынан, сол әңгіме төңірегінде әңгімелесу керек. Бізде көбінде отбасыларда ашық әңгімелеспейді. Ұрысты, ренжісіп қалды, сөйлемей қойды, қайттан ха-ха-ха деп өтіріктен бәрін жабасап жүре салады. Ұмыт кетеміз, біз қазір ұрсамыз да қазір жарасып кетеміз деп жатады. 15 жылдық тұрмыстағы адамдар. Неге? Олар жаба салады да кейін шығады. Немесе сондай ситуация кезінде, кризис кезінде ажырасып кетіп жатады. Немесе өзін үнемі бақытсыз сезінеді. Сол қыздар.